Қайырлы күн. Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк даярлаймыз. Майсөк дастарханның сәнін кіргізетін тағамдардың бірі. Яғни тары көптеген ауруға ем. Майсөкті даярлау үшін бізге тары, шекер және бөлме температурасындағы май қажет. Ыдысымызға тарыны салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, тарымызды суы тазарғанша жақсылап жуып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай сүзгіштен өткізіп, қайта тазартып, суы тазарғанша тарыны жақсылап жуамыз. Алдында бізде тарының түсі қоңырқай болатын, оны ыстық сумен жуған сайын кішкене түсі ағара бастайды және суы да тазара бастайды. Осылайша 3-4 мәрте ыстық сумен жақсылап жуып аламыз. Майсөк Рамазан айында таптырмас дәм. Ауыз бекіткен адамның күні бойы тоқ жүруіне көмектеседі. Жасалуы оңай, дәмді әрі тойымды. Бұл астың адам ағзасына тигізер пайдасы да жетерлік. Енді тарыны жақсылап жуып болғаннан кейін, суы тазарғаннан кейін, үстіне ыстық суды құйып, 10-15 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін тарыны осылай ыдысымыздан алып, қағаз төсесеңіздер де болады, матаның үстіне осылай жайып шығамыз. Яғни біздің тарымыз кебу керек. Сол кезде жақсы кепкен кезде тарының дәмі керемет, ерекше болып шығады. Кемінде жарты сағат немесе 20-25 минуттан кейін осылай арнайы ыдысымызға қайтадан тарыны аударамыз. Менде тары жұмсақтау болып шықты, яғни езіліп пісті. Сіздер езілмегенін қаламасаңыздар, 10 минут немесе 5 минутқа ұстасаңыздар болады. Мен әдейі езіңкіредім, өткенде балдардың жеуіне және үлкен кісілердің жеуіне өте ыңғайлы болсын дедім. Енді дайын болған тарының үстіне татымына қарай шекер саламыз. Тәтті болсын десеңіз, көбірек салсаңыздар да болады. Одан кейін бөлме температурасындағы майды дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін әдемі көрініс ретінде, әдемі жеу ретінде осылай кесенің ішіне салып, арнайы тәрелкеге төңкереміз. Осымен біздің үй жағдайында майсөк дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!